Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін қызыл бархыттың қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге қажетті заттар: семішкі май 200 мг, 420 мг айран. Бұның ішіне мен сода қостым. бір шай қасық ас сода қосамыз. 500 грамм ұн. Мына 4 жұмыртқа былғап қойдым, дайындап. Сосын краситель керек бізге. 1 шай қасық, 2-3 шай қасық қопсытқыш, 400 грамм шекер. Болды. Қазір осының қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Әуелі мынандай табағымызға жарты килограмм ұн салып қоямыз, өлшеп. Сосын осыған шекерімізді саламыз. Міне мен шекерімді салып жатырмын. Міндетті түрде ұсақ шекер деп болады деп айта алмаймын. Әртүрлі шекер салуға бола береді. Сосын шекер салғаннан кейін 3 шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Ол да раздохритель деп айтылады. Содан соң осыны былғаймыз. Бір қолмен түсіру өте шамалы қиындау, бірақ шамам келгенше сіздерге түсінікті болсын деп түсіндіремін. Міне осылай араластырып қоямыз. Енді сосын бұған какао қосуға болады, бірақ мен какао қоспаймын. Енді бұған салатынымыз жұмыртқа. Қазір мен барлығын көрсетемін. Араластыру керек. Жұмыртқа, 4 жұмыртқа. Егер де сіздің жұмыртқаңыз кішілеу болса, онда 5 саласыз. 5 жұмыртқа. Айран міндетті түрде үстіне жоқ деп айта алмаймын. Әртүрлі айранды қолдана беруге болады. Міне айранымызға біз шай қасық айран, ас содасын салдық, былғап 5 минут тұру керек. Міне мынау уже 5 минут тұрды. Осыны жұмыртқа, ұны бар ыдысымызға барлығын саламыз. Енді айран құйып болғаннан кейін шемішкі майымызды құямыз. Шемішкі май қосқаннан кейін 1 шай қасық краситель қосамыз. Краситель менде сіздерге көрсетейін. Мынандай краситель. Бетіне қарамаңыз, шамалы. Так, сухой краситель қосам. Мынандай. Барын қосып болғаннан кейін миксермен араластырамыз. Міне біздің қоспамыз дайын болды. Міне мынандай қою да емес, мықты сұйық та емес. Осындай болып шығады. Осындай красительді пайдаланам. Аз декор дүкенінде сатылады бізде. Индийский деген сухой, өте жақсы, керемет. Егер барлық корждарыңыз біркелкі, бірдей болу үшін, мына қоспамызды санап аламыз, таразыға салып. Әр коржымыз 250-280 граммдай болуы мүмкін. Осындай противеньге саламыз. Май ештеңе жақпаймыз, тек қана пергамент жаямыз. Болды. 4-5 ас қасық саламыз. Сіздерге айтуға ұмытып, мына қоспам 1,5 килограммдай шықты. Мына жаққа әрбіреуіне 300 граммнан саламын. 321 дейді, ештеңе етпейді. Осылай барлығын 180 градуста 8-9 минутта пісіріп шығамын. Барлығын осылай әдемі етіп, жағып шығу керекпіз ішіне. Себебі біздің коржығымыз әдемі біркелкі пісу керек. Сондықтан да біз ең бірінші мына жиектерін бұлай әдемі қылып айналдырып, қоспамызды біркелкі қылдырып, солай жағып, ішіне салып шығамыз.
қайталап шығамын. 300 граммдай 5 кош пісіріп шығамын. Осылай жағып болғаннан кейін мына ысымызды былай шамалы бір келкі болу үшін шамалы ұрамыз. Біздің бірінші коржымыз дайын. Пісті. Өте жұмсақ. Қабыспаған. Сіздерге көрсетейін. Екінші коржымыз пісті. Өте оңай алынады. — 200 грамм творожный сыр салдық. Сахарный пудра салдық 200 грамм. Енді араластырамыз. Артық болса да ештеңе етпейді. Клейгейміз. Қазір миксерлейміз. Мына клейгейміз мен қазір сөндіріп қойдым. Айналып тұрған кезде қасықтан жайлап өзім жаңа сахарный пудрамен араласқан творожный сырымызды жайлап бір келкі салып отырамыз. Осыны орташа араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын. Міне қараңыздар. Осындай болу керек. Мен миксермен мән бермей қойыңыз, осындай көп тұрып пісіргесін шамалы. Осылай болып қалды. Так, мынау біздің креміміз. Так, мынау ұнтақтатып жатырмын. Блендермен де жоқ, сондықтан да осындай мини блендермен осылай үгітіп аламын. Міне ұнтақтары қазір тортты әшекейлейміз. Корждары пісті, барлығы 4-еу. Біреу бір коржды мен осындай крошкаге арнаймын әдейі. Ал енді тортты жинаймын. Міне мен барлық корждарымды жағып шықтым. Холодильнигімді мұздатқышта тұрды. Мінекей, енді бұлай жандарын барлық жағын осылай айналдырып шығамыз. Біздің тортымыз жақсы алыну үшін. Қазір енді торттың сыртын әсемдеймін. Тортымыздың сырты міне осылай болып шығады. Қазір тағы да крем жағамын. Әшекейлеймін мына қызыл ұнтақтармен. Бұлай барлығын бүйтіп, бұлай етіп жөлеп шығамыз. Бір айналдырып шықтық, міне.